Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз қазақ тілінен қашықтық сабақ өткіземіз. Сабақтың тақырыбы бұл менің отбасым. Сабақтың мақсаты ауызша тіл және тыңдау, көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау. Тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен иллюстрация, суреттер, сызбалар таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап береміз. Және балалар, біз бүгін сабақта өзінің отбасы туралы сөйлесеміз. Слишком длинную я сделал. Жақсы балалар, сабаққа кірісейік. Психологиялық ахуал. Балалар, бәріміз хормен қайталаймыз. Біз балдырған баламыз. Құстай қанат қағамыз. Дүниені аралап, оқып, білім аламыз. Тағы бір рет қайталайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз. Дүниені аралап, оқып, білім аламыз. Жақсы балалар. Ендеше біз суретке назар аударайық. Балалар, сендер отбасы дегенде қалай түсінесіңдер? Жақсы, отбасы үй деген білдіреді. Балалар, біз бүгін жаңа сөздермен танысайық. Отбасы мүшелері, олар кімдер? Ата, апа, әке, ана, аға, әпке, іні, қарындас және немесе сіңлі. Жақсы, қайталаймыз тағы. Ата, дедушка, апа, бабушка, әке, папа, ана, мама, аға, старший брат, әпке, старшая сестра. Іні, младший брат, қарындас, младшая сестра. Сіңлі, тоже младшая сестра. Отбасы мүшелері, члены семьи. Жақсы балалар, ендеше мәтінмен жұмыс істейміз. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Менің атым Әлібек. Менің отбасым үлкен. Отбасымда 6 адам бар. Олар әкем, анам, әпкем, мен, қарындасым және інім. Балалар, ендеше мынау сұрақтарға жауап беріңдер. Әлібектің отбасы қандай? Дұрыс балалар, Әлібектің отбасы үлкен. Жақсы, келесі сұрақ. Отбасында неше адам бар? Дұрыс балалар, отбасында 6 адам бар. Олар кімдер балалар? Олар, дұрыс, олар әкем, анам, әпкем, мен, қарындасым және інім. Жақсы балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп, сөйлем құрап айтамыз. Мысалы, қараймыз. Менің әкем ақылды. Жақсы. Менің анам әдемі. Тағы. Менің әкем қандай? Менің әкем. Какой мой пап? Батыр. Сильный. Жақсы балалар. Тағы. Менің әпкем
көңілді, жақсы балалар. Тағы да қалай болады? Менің ағам батыр айтуға болады. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып айт. Поставь правильное окончание вместо многоточий. Мысалы, менің әпке. Қалай болады, балалар? Қосымша. Менің әпкем. Дұрыс, балалар. Өте жақсы. Енді қалғандары өздері істеп қоясыңдар. Балалар, енді сабақты қорытайық. Сендердің алдарында осындай сызба бар. Бұл менің отбасым. Әр бала өзінің отбасы туралы жазып қояды. Жақсы балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар. Назарларыңызға